Пенсияға қалай үй алуға болады? Осы тақырыпта алдында мен пенсияға жиналған ақшаны үй алуға бірінші жарна ретінде қалай қолдануға болатыны туралы айтып өткем, яғни тәртібін айтып өткем. Соның ішінде 4 мақсат туралы айтып кеттім. Бірінші мақсат ипотекаға жабуға, екінші мақсат үйді арендаға алуға, үшінші жеке үй салуға, одан кейін рефинансирование жасауға. Осы 4 мақсатта пенсиядағы жиналған ақшаны, жарнаны бірінші алғашқы жарна ретінде қолдануға болатыны туралы айтып өттім. Осы туралы толығырақ қазір айтатын боламын. Енді видеоға кіріспей тұрып, ары қарай айтуға кіріспей тұрып, сізге айтарым, подписка жасап, лайк басып, астына комментарий қалдырып отырсаңыздар. Енді тақырыпқа көшсек. Ипотека жабуға пенсиядағы ақшаны қолдану, яғни бастапқы жарна ретінде қолдану. Тапсырыс берушінің өзінен тікелей сіз шартқа отырсаңыз болады. Сол шартты жаңағындай Қазақстан тұрғын үй компаниясы бар. Сол Қазақстан тұрғын үй компаниясына құжаттарыңызды өткізіп, болмаса отбасылық банкі бар, отбасылық банкіне құжаттарыңызды өткізу арқылы алсаңыз болады. Бұл ең оңай жолы, яғни құрылысшы, застройщик дейді ғой. Сол тапсырыс берушімен шартқа отырасыздар, алдын ала сатып алу шартына, сөйтіп бастапқы жарнаны құясыздар. Пенсиядағы жиналған ақшаны. Ары қарай енді график бойынша, болмаса белгілі бір шартта қандай жаңағындай мерзімдер бар, сол мерзімдер бойынша ақшаны төлеп өтсеңіз болады. Екінші нұсқасы жаңағындай ипотекаға алудың. Ол тұрғын үй құрылысына үлескер болуға болады. Үлескер ретінде. Барлығымыз уже опық жеп қалғанбыз, осы уақыт 2005 жылдары үлескерлер талай салып, үйге ақшаларынан жаңағындай ақшасы да жоқ, үйде жоқ болып қалған жағдайлар болған. Сондай болмас үшін не істеу керек? Тексеру керек. Яғни сіз үлескер болып қатысатын болсаңыз, бұл бірегей оператордан кепіл болу керек. Яғни сіз застройщикқа, тапсырыс берушіге бардыңыз, шартын көрдіңіз, шартын көрген үйді көрдіңіз, үй сізге ұнады, бірақ сіз үлескер ретінде кірсеңіз, міндетті түрде бірегей оператордың кепілі болу керек. Егер үй салынбай қалса, жаңа бірегей оператор сіздің үйіңізді сақтандыру туралы. Бірегей оператор кім? Ол Қазақстанда тұрғын үй компаниясы болып табылады. Енді Қазақстан тұрғын үй компаниясы ол бірегей оператор болып саналады. Осы бірегей оператор, егер сіз үлескер ретінде, дольщик ретінде кірсеңіз, үйіңізді ала алмай қалсаңыз, осы компания сізге көмектеседі. Сондықтан осы бірегей оператордың кепілі болу керек. Егер сіз мысалы үй алуға бардыңыз, үй алуға барған кезде сіз не сұрауыңыз керек? Бірінші кезекте үй салып жатыр ғой, үлкен ЖК салып жатыр. Сіз үй салуға қандай құжаттарыңыз бар? Және менімен отырған кезде қандай гарантия бар мен үйімді алатыным туралы? Осы екі сұрақ қойыңыз керек. Егер сізге айтып жатса, біз алдын ала сату шартын жасаймыз, бізде әлі гарантия жоқ, болашақта болады, жаңағыдай бірегей оператордан тіркелген жоқпыз деп айтылатын болса, ондай компанияны қашыңыздар бірден. Егер оператордан гарантиясы жоқ болатын болса, ондай компанияға, жаңағы құрылыс компаниясына баруға қажеті жоқ, шарт жасауға қажеті жоқ. Егер гарантиясы болса ғана шартқа отырасыздар. Сөйтіп шартқа отырғаннан кейін жаңағы банкіге барып, болмаса бірегей оператор компаниясына барып, құжаттарыңызды көрсетіп, отбасы банкі істедік қой, сол құжаттарын көрсетіп, ресімдей аласыз. Мысалға, тапсырушыға қандай сұрақ қою керек деген кезде, бірінші қандай шарт болады, құрылыстың негізі және бірегей оператордың гарантияңыз бар ма? Осы 3 сұраққа жауап беру керек. Осы 3 сұраққа жауап берсе, онда осы компаниядан жаңағындай үлескер ретінде үй алуға болады. Түсінікті ғой? Бұл ипотека жайлы. Біз сізге айтып өтіргеніміз, яғни ипотека үй алу қалай тексеру керек, қандай нәрселерге мән беру керек ипотека алған кезде.
Енді үйдің арендасын жабуға алуға болады. Егер сіз үйде арендада тұрсаңыз және шартыңыз болса, сол шартты көрсету арқылы отбасы банкіне сол шартты алып көрсету арқылы арендаңыз жапсаңыз болады. Енді жеке үй салуға ақшаны алу үшін бірінші кезекте сізде не болады? АПЗ, архитектурно-планировочное задание, АПЗ болу керек. Одан кейін эскизный проект болу керек, эскиздік жоба болу керек. Одан кейін жаңағындай үйді салуға рұқсаттама болу керек. Осы 3 құжат қолыңызда болу керек. Осы 3 құжат қолыңызда болғанда ғана сіз пенсиядағы жиналған қаражатыңызды үйді салуға жұмсай аласыздар. 3 құжат болу керек, яғни архитектурно-планировочное задание, эскизный проект және құрылысқа рұқсаттама кірісуге. 3 документті апарып көрсетуіңіз керек. Рефинансирование жасау үшін ол өте оңай. Сіздің банкіңізбен шарты болу керек. Және қандай рефинансирование жасауға мүмкіндік бар, график. Сол графикті алып келіп, жаңағы банкке көрсетесіз, тұрғын үй банкіне көрсетесіздер. Сөйтіп көрсеткеннен кейін сізге одобрение келіп, ресімдеме келіп, сол алсаңыз болады ақшаларды. Яғни мен сіздерге 4 мақсат туралы айтып өттім. Пенсиядағы ақшаны қалай қолдануға болады, қандай мақсатта қолдануға болады, Осы 4 мақсатта және қандай құжаттар әкелу керек екен айтып өттім. Біздің каналдан ажырамаңыздар. Ары қарайда біз адвокатпен жаңағындай кеңес жасағанбыз. Сол кеңес туралы сізге айтатын боламыз. Жалпы адвокаттың кім, адвокат қандай жұмыс атқарады, адвокатпен қалай жұмыс істеу керек деген сияқты осы сұхбаттама жасағанбыз. Сол сұхбаттаманы көрсеңіздер болады келесі жолы. Ал енді осы Қазақи заң каналының дамуына атсалысып, подписка жасап, комментарий қойып, лайкты бассаңыздар, менен үлкен алғыс. Енді көріскенше күн жақсы, сау саламатта болыңыздар.